Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 28-ші сабақ. 35-тен 38-ші жаттығуға дейін орындайтын боламыз. 35-ші жаттығу: мәтінді тыңда. Жақсы мен жаман. Диқан атызға бір түп гүл әкеліп отырғызды. Гүл күннен күнге тамыр жайып, гулеп өсе берді. Бір күні: «Әй, сен көп асқақтама, әлі өмірге келгеніңе өкінетін боласың» деген дауысқа жалт қараса, төменде ұсқынсыз тырбық шөп басын қылтиып тұр екен. Гүлдің көңілі ортайып, жабырқап қалды. Бірте-бірте солып, сарғая бастады. Амалсыз жанындағы өзінен жасы үлкен гүлге басын сүйеді. «Жабырқама, сабыр ет» деп жұбатты ол. Адамдар оны арамшөп деп атайды. Одан әлі құтыламыз. Жамандардың өмірі қашанда қысқа. Жақсы сөз жарым ырыс деген ғой. Үлкен гүлдің айтқаны рас болды. Ертеңіне адам келді де арамшөпті тамырмен бірге жұлып тастады. Гүл қайтадан құлпырып өсті. Көп сырды ұқты. Өмірде жақсылар да, жамандар да бар екен. Авторы Балтабай Әділов екен, мәтіндегі негізгі ойды анықта дейді. Мәтіндегі негізгі ой: өмірде жақсылық та бар, жамандық та бар, Мәтін мазмұны бойынша бір-біріңмен пікірлес дейді. Өздерің мәтіннен не түсіндіңдер, соны сыныптастарыңмен бірге айтып, пікірлесіп көрсеңдер болады. Жақсы сөз жарым ырыс мақалы бойынша өзіңше ой тұжырым жаса дейді. Жақсы сөз жарым ырыс. Адамның сөзі ақылының өлшемі. Сөйлесең жақсы сөз айт, болмаса үндеме деген ардақты пайғамбарымыз, Өміріміз жақсы болуын қаласақ, жақсы ойлап, жақсы сөздер айтуды әдетке айналдырайық. Енді осы мәтінге жоспар құр дейді. Бірінші: гүлдің тамыр жайып өсуі. Екінші: арамшөптің жағымсыз сөзі. Үшінші: жақсы сөз жарым ырыс деген осылай жоспар құрсақ болады екен, Құрған жоспарың бойынша мазмұндама жаз дейді. Енді осы жоспарға қарай мазмұндама жазайық, Оны былай жазуға болады екен. Диқан атызға гүл отырғызды. Гүл жайқалып өсе берді. Бір күні арамшөп гүлге жағымсыз сөздер айтып, оның көңілін түсірді. Гүл көңілі түсіп, солып, сарғая берді. Амалсыздан жанындағы гүлге сүйеніп тұратын болды. Жанындағы гүл оны жұбатып, жамандардың өмірі қысқа, ол арамшөптен құтыламыз, жақсы сөз жарым ырыс деп айтты. Гүлдің айтқаны тура келді. Ертеңінде арамшөпті бір адам кеп жұлып тастап, гүлдер арамшөптен құтылды. Гүл көңілі орнына кеп қайтадан жайқалып өсе берді. Ол өмірде жақсылық та, жамандық та болатынын түсінді. Мазмұндаманы өзіміздің түсінгеніміз бойынша жоспарға қарай отырып, осылай жазуға болады екен. Келесі 36-шы жаттығу. Мақалды көркем жаз. Ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Мақалдың мазмұнын қалай түсінгеніңді айт дейді. Осы мақалды түсініп жазып аламыз және мазмұнын қалай түсінгенімізді айтамыз, Ащыны білмеген тәттіні де білмейді. Ащыны білмеген тәттіні білмейтіні, қараңғыны көрмеген жарық сәуленің қасиетін сезінбейтіні сияқты. Біздің өмірдегі құбылыстарға, адам бойындағы қасиеттерге беретін бағамыз, көзқарасымыз біздің өмірден түйген әсеріміздің жемісі. Ізденіп, оқып, біліп, еңбектену арқылы қиындықтар көріп, ащы тер төгеміз. Ал соның жемісі тәтті, жарқын болашақ болады бұйырса. Мінекей, ащыны көрмей, тәттіні білмейді деген осы болады екен, 37-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті әріпті қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз дейді. Аспаз борщ пісірді. Ш дыбысын қоямыз, борщ дегенде. Екінші: тісті күніне 2 рет щеткамен тазалау керек. Щетка дегенде де ш әрпін қойып жазады екенбіз. Осы сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазып аламыз. Келесі 38-ші жаттығу. Құрамында ч, ш дыбыстары бар сөздер тауып айт. Ч дыбысы бар сөздерді себетке, ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастыр дейді. Ч дыбысы бар сөздерді себетке былай орналастырсақ болады. Чемпион,
чемпионат, чемодан, карточка, чек деген сөздер болады, иә, ч дыбысы бар құрамында. Енді ш дыбысы бар сөздерді жәшікке орналастырамыз дейді. Плащ, щетка, борщ, ащы, тұщы. Мінекей, осы сөздерді екі жаққа осылай жазып аламыз. Мінекей озат оқушым, біздің бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сабақта түсінбеген сұрақтарың болса, комментарий бөліміне жаза кетсең болады. Каналға тіркелмеген болсаң, тіркелуді ұмытпа. Бүгінгі сабақтан түйгеніміз де жақсы ойлайық, ойымыз сөзге айналады, ал сөзіміз біздің әрекетке айналады екен. Әрекет біздің мінезімізді құрады, ал мінезіміз өмір жолымыздың бағыт-бағдары болады екен. Сол себепті жақсы көркем мінезде болып, өміріміз жақсы болу үшін жақсы ойлап, жақсы сөз сөйлеуді әдетке айналдырайық, иә? Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.